Олғанырның чықтызықтар чаяч өмізін ағбындағы екінші музыка школасының үгіречізі Мария Сартакова түстен. Иде пүлгі үгірдік жылынды, олар Кемеров облысындағы Мыски города ирчеткен Сибирядада национальный көк тиргілері номинацияда прайчингстік орындарына қолға керіп алғанар. Аның сонды қысқы саңнарында идек көк тиргілері номинацияда пастағы орын, сарын толдырып екінші орын, чатқында үзінші орын алып алғанар. Амды чықтызықтыр ағбынды апрель айда ертір оркестр музыкасынчы марыға темненчелер. Мұнды пүл Хонжы Қызылжар крайы, Пазытываның Алтай республикаларындағы кішік жастық чаячалар арлызарға көңнелерін пергенер. Аның арчықтызықтырға марық фестивальға нандырғылы қайырғы келісше. Темнен істің өні көк терігілерінің толдыржан пьесаларына тапалары болча. Адылған пістің пазылған мұның алында Георгий Иванович Бараковтың пьеса «Танец» деп жүр кәділчара. Ол орыс инструменттеріне пазылық болған. Ну, вообще мелодия пазылық болған. Пісана орыс инструменттерін мұның алында өйне чапсы. А мен алырған пост инструменттерінға перекладывать ет балғым. А пазы Александр Александрович басты болған квартет болған для струнно-смычковых инструментах пазылған мелодия. Мен аны едуханда пістің татар инструменттерін деп паз болғым. Бұл сабылы композиторлардан пасқа чаяч өмі Геннадий Лашкинның толбы сақыстар, Паза Анатолий Такмашовтың хым пьесаларын тілбістіп үгірін парча. Ізініс бір чыртызақтар постарының атарына, бұда үгірдік жылынды тұрыстық боларларына.